Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен алма қосылған пирог пісіреміз. Яблочный тарт деп айтады. Өте дәмді, қамыр үгітілмелі болып шығады. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарап, осы пирогты пісіріп көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетсеңіздер, жаңа рецептерді көріп отыратын боласыздар. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен алмаларды сыртын тазалап аламыз. Тазаламасаңыздар да болады, бірақтан маған сыртын тазалап жасаған ұнайды. Алмаларды майда 4 бұрыш етіп турап аламыз барлығына. Мен барлығы болып 6 орташа көлемдегі алма пайдаландым. Тағы да көбейтіп жасасаңыздар болады. Енді табаны қыздырып, оған қант салып, ертіп алатын боламыз. Астыны тоқтаусыз араластырып тұрамыз. Дәл осындай карамельный түске кіріп, еритін болады. Оған сармайды салып араластырамыз. Үстіне алмаларды салып, жақсылап араластырып қуыратын боламыз. Алма салқын болғандықтан бірінші салған кезде қанты кішкене қатады, одан қорықпаңыздар. Кішкене астын жайлатып қуырсаңыздар, ол қанты еритін болады. Оның үстіне корицаны салып, тағы да араластырамыз. Алмалар алтын түске енгенше осылай қуыратын боламыз. Сосын астын өшіріп, кішкене суытып аламыз. Оға дейін қамырын дайындайтын боламыз. Бір жұмыртқаға қант салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Қанты кішкене еріп кету керек. Оның үстіне бөлме температурасында жұмсаған сармайды саламыз. Оны да кішкене араластырып аламыз венчиктің көмегімен. Үстіне қопсытқышты саламыз. Ұнның жарты бөлігін салып, лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Сосын қалған бөлігін салып, қолымызбен жұмсақ қамыр илеп аламыз. Дайын болған қамырдың 4-тен 1 бөлігіні пакетке орап тоңазытқышқа сала тұрамыз. Ол бізге пирогтың үстін әрлеуге қажет болады. Қалған бөлігіні жайып, формаға жайғастырамыз. Менде 24 диаметрлі форма, 26-28 диаметрлі формаларға да жасасаңыздар болады. Дәл осы видеодағыдай формаға жайғастырып, шеттерін барлығын тегістеп, әдемілеп аламыз. Қамырды шанышқының көмегімен тесіп шығамыз. Сосын дайын болған салманы жайғастырып салып шығамыз. Барлық жеріні бір тегістетіп, тегістеп шығамыз. Енді алып қойған қамырды жаямыз, шұқалап жайып аламыз. Сосын осы қамырды ленталарға кесіп шығатын боламыз. Мен осындай арнайы кескіштен пайдаландым. Енді пирогтың үстіні осы ленталарды қойып, әрлеп шығатын боламыз. Дайын болған пирогтың үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 20-30 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Әркімнің пеші арқалай қарап тұрасыздар, үсті қызарып шыққанша пісіріп алатын боламыз. Міне біздің пирогымыз пісіп шықты, өте әдемі болып пісіп шықты. Кішкене қамыры көтерілді, үстілері қызарып, әдемі болып пісіп шықты. Енді оны кішкене суытып аламыз. Кішкене суығаннан кейін барып, үстіне қант ұнтағын сеуіп әсемдейтін боламыз.
Дәл осылай шетіне әдемілеп қант ұнтағын сеуіп шығамыз. Біздің өте дәмді, қамыр үгітілмелі, ерекше пирогымыз пісіп шықты. Өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Менің каналымда тағы да басқа қызықты дәмді пирогтардың рецептері бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдырып, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен алда қызықты рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.